Сәлем, Мумина. Сәлем, Айкерім. Қалың қалай? Жақсы, сенде. Менде де бәрі күшті. Сен алып ертіңға аңызың оқыдың ба? Я, мен кеше ғана оқып біткем. Сен алып ертіңғаны оқығаннан кейін оның қаһармандығын қалай бағалайсың? Алып ертіңға келеді, 100 мың әскер ереді, 100 мың жебе келеді, жер қайысқан қол еді, тәңірің сүйіп жаратқан, әлемді өзіне қаратқан, қаһарын жауға таратқан, көк тәңірің ұлы еді, деген сөйлемдермен бағалай аламын. Мен де солай ойлаймын. Сен қылыш, найза, сарт-сұрт соғысы болат қалқындардан от ұшқындайды, садақ оғы жаңбырдай жауады, адам қаны дария болып ағады. Осы сөйлемдерден не түйдің? Мен осы сөйлемдерде соғыста қатты жаулар болады деген ой түсінгемін. Себебі мына сөйлемдерде мысалы адам қаны дария болып ағады деген сөйлем бар. Ол адам қаны қатты ақты деген мысал жеткізеді. Рустем Батырдың іс-әрекетін бағалай отырып, Рустем Батырды және алып ертіңғаны қалай салыстырасың? Мен ойымша, Рустем Батырдың іс-әрекеті өте жаман. Рустем Батыр мен алып ертіңғаны салыстырсақ, алып ертіңға өте жақсы, себебі ол өз еліне патриот. Сау бол, Айкерім. Сау бол, Мумина.